Сәлеметсіздер ме, 6-шы сынып оқушылары? Біз бүгінгі видеода Қазақстан тарихынан 2-ші тоқсанға арналған тжб жұмысын орындайтын боламыз. Бірінші тапсырма: төменде берілген сөйлемдердің реттік нөмірін Айша бибі, Қарахан, Бабаджа хатун кесенелері тұсына сәйкесінше орналастырыңыз. Біріншісі: мемлекетте билік еткен Шах Махмұд Боғыраның қабірінің басына орнатылған. Мазар ел ішінде Әулие Ата күмбезі деп аталған. Бұл Қарахан кесенесі. Екіншісі: қазақ оюлармен безендірілген. Бұл кесенені Қарахан салдырған. Бұл Айша бибі кесенесі. Үшінші: Бабаджа хатун кесенесі. Төртінші: бұл кесене махаббаттың символы. Айша бибі кесенесі. Бесіншісі: бағаналарына араб әрпімен күз бұлттар дөңгеленген дүние деген сөздер жазылған. Кесенеде 60 түрлі әшекей қолданылған. Бұл Айша бибі кесенесі. Алтыншы: Қарахан кесенесі. Жетінші: Бабаджа хатун кесенесі. Келесі екінші тапсырма: Ұлы жібек жолының халықаралық қатынастардың нығаюындағы маңызын салалар бойынша көрсетіңіз. Саяси салада: біріншісі: Қазақстан орталық Азияны басып, батыстағы елдерге қарай жібек артқан керуендер шығып, керісінше батыстағы елдерден Қытайға қарай елшіліктер ағыла бастаған. Екіншісі: 7-10 ғасырларда Ұлы жібек жолының халықаралық маңызы арта түсті. Қытай Византиямен және арабтармен байланыс орнатты. Экономикалық салада: жібек жолының түркі бөлігі халықаралық саудада ерекше рөл атқарды. Ұлы жібек жолы сауданың дамуы көптеген қалалардың пайда болуына, олардың өркендеуіне жол ашты. Мәдени салада: адамдар мен идеялардың еркін қозғалыста болуы аса көрнекті энциклопедияшылардың, ғалымдардың, ақындар мен философтардың және олардың мектептерінің пайда болуына ықпал етті. Ғылым мен мәдениет орталықтары да болды. Мәселен, отырар ұлы ғалым Әл-Фарабидің отаны. Келесі үшінші тапсырма: картаны негізге ала отырып, тапсырманы орындаңыз. Ұлы жібек жолының екі бағытын көрсетіңіз. Ол екі бағыты оңтүстік және солтүстік. Ұлы жібек жолының шығыс және батыс нүктелерін атаңыз. Қытай және Византия. Ұлы жібек жолының бойындағы сауда орталығы болған қалаларды көрсетіңіз. Отырар, Сауран және тағы да басқа қалалар бар. Келесі соңғы төртінші тапсырма: орта ғасырлық мемлекеттердің ыдырауының негізгі және жанама себептерін анықтаңыз. Негізгі себептері: қаған билігінің әлсіреуі, тақ үшін талас-тартыстар, көрші мемлекеттердің жаугершілік саясаты. Жанама себептері: экономикалық дағдарыс, өзара тайпалық соғыстар, қағандардың жеке меншікке ұмтылуы. Осымен тжб жұмысы аяқталды. Каналға тіркеліп, видеоға лайк басып, видеоны достарыңызбен бөлісіп кетіңіздер.